Мына жақта біреу итеріп жібер. Тарқамаңыздаршы, өтінемін. Ұрыс керістен шаршап, әрі баланың өміріне қауіпті неме деп қорқып, мен үйден кетіп, студияда қонып жүрдім. Бірақ Әлибеден жырақта көп жүре алмай, енемнің шартын қабыл алдым. Енемнің шарты бойынша атам маған мұраға қалдырған қала орталығындағы ғимаратты оның атына аударуым керек болатын. Мен енемнің айтқанына көніп, үйге асығып келе жатқам. Бәрінің артта қалғанына, Әлибидің туған күнін отбасымызбен тойлайтынымызға қуанышты едім. Бірақ келеңсіздіктер менің қыр соңымнан қалмай қойды. Айттым ғой сізге, әлі есін жиған жоқ. Қашан жиятыны да белгісіз. Обал, жап-жас әдемі қыз екен. Қызық. Бұл қыз кімге кедергі болуы мүмкін. Мен қайдамын. Бәрі жақсы. Сіз ауруханадасыз. Қалайсыз? Сізге не болған білесіз бе? Мен көліктің астына түсіп қалдым. Сізді кім итеріп жібергенін көрдіңіз бе? Жоқ әлде сізге өлім тілеп жүрген жан бар ма еді? Жоқ. Қай жеріңіз ауырып тұр? Арқам мен басым ауырып тұр. Сосын қосқым келеді. Және ұйқым да келіп тұр. Сіз ұйықтаңыз, уайымдамаңыз. Мен сіздің қасыңызда боламын. Көрдіңіз ғой. Енді оның мазасын алуға болмайды. Бар білгеніміз осы. Рахмет. Егер жәбірленуші ешкімнен күдіктенбесе, онда айналасындағыларын тексеріп шығу керек. Жақсы, кет. Сау болыңыз. Жақсы, сау. Дәрігер, ана кісіге айтыңызшы. Мен айналамдағының бәрі жақсы адамдар. Ешқайсысы маған өлім тілеген емес. Жай кездейсоқтық. Жарайды, айтам. Сізге көп сөйлеуге болмайды. Сізге тыныштық керек. Қашан тұруға болады? Сіз демалыңыз. Алдымен толық тексеруден өткізіп алайық. Маған тезірек тұру керек. Ертең ұлымның туған күні. Бәрі жақсы болады. Жақсы. Мен сіздерден хабар күтемін. Сау болыңыз. Бір адамның басына осыншама қайғыны үйіп төккен ай. Әке шешесі жетім өсті. Балалық шағы жетімханадан жетімханаға көшумен өтті. Енді ғана отбасы болып, ана атанғанда қараш еді. Айбай қыстан, ай. Апа, сенің Данышын қайғырғанына таңғалып отырмын. Не олай дейсің? Мен оған ұрыссам, пысық, жақсы әйел болсын деп ұрыстым. Үйде отырсын, отбасына, баласына, саған көбірек көңіл бөлсін. Уақытын көбірек сендермен өткізсін деп ойладым. Ең бастысы, әйтеуір жан аман қалса екен. Соны айт.
Жағдай қалай? Ми шайқалған сияқты. Жамбасы мен ішінің бұлшықеттері ауырып қалған. Ешерсің бағын ба? Травматолог қарап шықты. Әйеліңіздің періштесі бар екен. Сынықтан дін аман. Қазір кіріп шықсам бола ма? Жоқ. Оған демалу керек. Сіздер осында біраз болатын шығарсыздар. Иә. Тексеруді бастаған кезде өзім айтам. Жақсы. Сіздерге көп рахмет. Жақсы. Рахмет. Мен одан да үйге барайын да, дәмдеп тұрып Данаға тамақ әзірлейін. Сосын сен ертең осында алып келесің. Ол жазылып кету үшін жақсылап тұрып тамақтану керек. Мен кетуім керек. Сен осында бол. Үйге өзім ақ барам. Мен үйге бармай, мен жұмысқа барым керек. Серік, сен осында боласың. Дананың қасында. Түсінікті ме? Сен не? Ауруханадан кетіп қалдың ба? Онда отыра алмадым. Маған ауыр. Данаға, сен енді ауыр. Көп сөзді қойда ауруханаға бар. Апа қойшы, мен зіңгітті еркекпін. Не істеу керек екенін өзім жақсы білем. Онда өзіңді еркек секілді ұстап алам. Өзіңді өзің қолыңа ал. Ауруханадан неге кетіп қалдың? Дананы көрдің бе? Сөйлестіңдер ме? Апа, осындай сөздерін қойшы. Онсыз да жаман болып отыр. Данаға сенен де жаман. Әйел қиындыққа тап келсе, салыс суға кететін еркектердің қатарынан емессің ғой. Сонда мен не істеуім керек? Мен Данаға қалай көмектесем? Мен егер Дананың орнында болсам, жарымның мықты, сенімді қамқор жан болғанын қалар едім. Әкең марқұм да сондай еді. Әкем сияқты емес екенімді бетіме басқым келіп отыр ғой. Жоқ, сен әкең секілдісің. Бірақ өзіңді отағасы ретінде дәлелдейтін кез келген жоқ. Балам, ертең Әлібидің туған күні. Дананың ауруханада жатқанын оған сен айтуың керексің. Сосын Данаға ауруханаға баруың керексің. Енді осының бәрін сенің орныңа мен істемеймін ғой, балам. Иә, апа, түсіндім. Офистамын, стадиондамын, таңғы кофемді ішудемін. Мен, мынауың өзіне ғашық серінің нағыз өзі ғой. Дәл таптың, сонысына менің де жыным келеді. Жүрген жерінде селфи жасап, инстаграмға салып отырады. Бірақ бүгінгі жігіттердің бәрі сондай ғой. Олай деме, мен жақында бір жігітпен таныстым. Ол мүлде басқа жігіттерге ұқсамайды. Нағыз еркек, мейірімді, күшті, арыстандай айбатты және минут сайын селфи жасап отырмайды. Жігітім бе? Жоқ, тек жақсы араласамыз. Ол сондай тартымды, кинодағы немесе кітаптағы жағымды кейіпкер тәрізді. Қызықтырып жібердің ғой, таныстыршы. Жоқ, сенің оны мен үшін пісіп кетеді. Ол өнерге қызықпайды, кітап оқымайды. Бір сөзбен айтқанда қолында күрегі бар мейірімді аюдың нағыз өзі. Онда былай істейік. Бүгін сенің студияңда кішігірім отырыс ұйымдастырайық. Сен өзіңнің аюыңды шақыр, мен нағыз еркекті көргім кеп тұр. Жақсы, тек байқа, онымен танысқаннан кейін қолында iPhone ұстаған мажорларға мүлде басқаша қарайтын боласың. Жарайды. Көршіміз көзін ашты, қара. Сізге бір нәрсе келейін ба? Су, әлде дәрігерді шақырып келейін? Жоқ, рахмет, керек емес. Атың кім? Роза. Қай жеріңіз ауырып жатыр? Аздап. Арқам ауырады. Басым.
бірақ қазір қояды. Бұрынғыдан жақсы болып қалды. Балам, мынау саған. Әке, мен сізді күтіп отырып едім. Сіз менің туған күніммен құттықтауға келдіңіз бе? Иә, балам. Туған күнімен. Рахмет, әке. Сен көлік үй құрастырғанды жақсы көресің ғой? Иә, өте жақсы көрем. Ал апам бүгін үйге келе ме? Менің туған күніме? Әлібей, сен үлкен жігіт болдың ғой, сені алдап қайтем. Апаң жақын арада келмейді. Әке, сонда мен апам енді жақсы көрмей ме? Апаң сені қатты жақсы көреді. Ол жол апатына ұшырап, қазір ауруханада жатыр. Әке, апама барайықшы, өтінем. Міндетті түрде барасың. Әжең қазір тамақ дайындап жатыр. Дайын болған соң, екеуің апаңа барасыңдар. Жарай ма? Иә, онда мен барып, әжеме көмектесейін. Тамақ тез дайындап, апама барайық. Бара ғой. Шай алып келейін ба? Аздап сергіп қаласыз. Жоқ, рахмет. Қажет емес. Менің сағым сынған жоқ. Бәрі есімде. Сөйлей алам. Қолдарымды қимылдатам. Деме жақын арада тұрып үйіме қайтам. Иә, мен де үйіме кетем. Дәрігерлер жағдайың жақсы деді. Бақытты екенсің. Ал саған не болып еді? Қатты жарақаттандың ба? Мені ерігем деп сазайымды алдым. Қалжыңдайым деп таяқ жедім. Қалжыңдағаны үшін адамды ұра ма екен? Ұрып жүрген кім? Жігітімді қорқытам деп Спанч Бобтың костюмын киіп, артынан жүгірген болатын. Спанч Бобтың костюмы неге киді? Басқа костюм болмады. Қайта су перісінің костюмын кимеген дұрыс болған. Мені өлімнен құтқарып қалған сол паралы. Жігітім қорыққанынан ішімнен теуіп жіберді. Құлаған кезде тасқа барып соғылдым. Ойынның түбі шойын деген сол ғой. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен дәрігер массажист Саматпын. Қазір сізге массаж жасайтын боламын. Сіз өндірістік жарақат алған Самал емессіз ба? Жоқ, мен бишімін. Даныбай Жігітов. Онда мен палаталар шатастырып оқын ғой. Не болса да, бірақ мен өкінбеймін, өйткені бұндай сұлу биші қызбен мен бірінші рет бетпе-бет сөйлесіп отырмын. Сіз биді жақсы көресіз бе? Концерттерге барып тұрасыз ба? Әрине жақсы көремін, барып тұрам, бірақ көбінесе бұндай жұмыспен уақытым болмайды. Онда ауруханадан шыға сала, сізді өз ұжымымның жақын арадағы концертіне шақыратын боламын. Рахмет. Шақыруға ие болу үшін мен кішкене еңбек етейін. Сізге кофе мен тәтті пирог алып келейін. Жоқ. Ниетіңізге рахмет. Менің күйеуім бар. Ол маған керектің бәрін әкеп береді. Күйеуіңіз бар дейсіз ба? Иә. Күйеуіңіз болса, онда не үшін қасыңызда емес ол? Айтыңызшы, мен түсінбей тұрмын. Маған массажистің қандай қажеті бар? Онда сізге әлі дәрігерлер ештеңке айтпаған секілді ғой. Жоқ. Дәрігерім тексеру нәтижелерін айтты. Аздап миым шайқалды. Омыртқам орнынан қозғалған. Бірақ массажист туралы ештеңе айтқан жоқ. Және оның сұлу да сымбатты екен жайында. Рахмет. Уайымдамаңыз, жақын арада сізді тез сауығып кетеді деген тұжырым айтып жатыр дәрігерлер. Жақсы. Уайымдамаңыз. Мен онда бара берейін. Рахмет. Әже, Оу, апама барғанда менің сізге көмектескенімді айтамыз ба? әрине алтыным, айтамыз. Апаң қолының қандай ақылды болғанын біліп, қуанып қалсын. Ал мен бүгін кешке апама арнап тәтті бірдеңе әзірлеймін. Сіз маған көмектесесіз бе? Есіме салғаның қандай жақсы болды. Біз анаға шаймен шетін ештеңе алмадық қой. Сен осы жерде отыра тұр. Мен сөмкені қасыңа қояйын. Тек ешқайда кетіп қалма, жарай ма? Мен дүкенге барып келем. Жарайды. Каспер! Каспер! Әлібей, сәлем. Қалың қалай? Сен жалғыз жүрсің бе? Апаң қайда? Дүкенге кіріп кетті ме? Әжем дүкенге кіріп кетті.
Ал апам ауруханада. Оған не болып қалды? Кеше көлік қақ кетті. Соған әжем екеуміз ауруханаға бара жатырмыз. Қай ауруханада жатыр? Қайда екенін білмеймін. Бірақ әжем маған Қуыршақтар театрының жанындағы ауруханада жатыр деген. Онда апаңа менен сәлем айт. Тек сауығып кетсін, жарай ма? Жарайды. Жақсы. Каспер. Сау бол, Каспер. Қасындағы қыздар сыпайы екен. Мен келіп едім, бірден шығып. Әліби қалай? Сен оның туған күнімен құттықтадың ба? Иә, сыйлығын алып бердім. Бірақ ол сыйлыққа қарағанда жоқ. Сенің ауруханада екенін естіп, қамығып болды. Байғұс бала. Қазір ол қайда? Апам екеуі саған келе жатқан болар. Саған барамыз деген. Рас па? Серік мүмкін тұрып отырған дұрыс болар. Әлібидің көзінше сырқат адам құсап, төсекте жатқым келмейді. Жоқдан. Саған тұруға болмайды. Дәрігерлер саған тыныштық керек деді. Әлі тұрып үлгересің. Жатып демал. Енді мен сен үшін бәрін жасайын. Сені күтемін. Не істейін? Тек қасымда болшы. Мен сені 100 жыл көрмеген сияқтымын. Мен де солай. Екеуміз екі ғалам шарда өмір сүрген сияқтымыз. Мен сені кеше қатты көргім келді. Түнде қайта оянып, сені іздедім. Мен келдім. Бірақ дәрігерлер саған тыныштық керек деп кіргізбей қойды. Енді мен сенің қасында боламын. Жақсылап демал. Жарайды. Абзал Серікұлы, құжаттардың мәселесі шешіліп тұрғанда бір келеңсіз жағдай орын алды. Қанат, егер көршінің мысығы сенің тотығысыңды жеп қойса, міне, келеңсіз жағдай деп соны айтады. Ал егер көлігіңді тартып алса, ол жай келеңсіздік емес. Істі соңына дейін жеткізбепсің. Құрыған жерім осы дей бер. Абзал Серікұлы, мен сенің ертегіңді тыңдап отыратын уақытым жоқ. Мен ертегіні бала кезімнен ақ ұнатпайтынмын. Біз сөйлесіп болдық. Қанатты үйіне апарып тастады. Байқұс, жаяу жүрем деп, әбден шаршаған сияқты. Апар. Кешіріңіз, Абзал Серікұлы. Бұл жерде темекі шегуге болмайды ғой. Жоғалары. Кешіріңіз. Мынау саған. Зәремнің ұшқанына жынданып кететін шығармын деп ойлаған. Сонымен кеше не болды? Маған сені біреу көліктің астына әдейі итеріп жіберді деп айтты. Сандырақ, мені өлтіру кімге керек дейсің? Мүмкін біреу жолдан жүгіріп, өткісі келіп, кездейсоқ мені қағып кеткен болар? Байқамай кеткенде осылай болса, дәрігерлер не дейді? Мұнда ұзақ жатасың ба? Анығын білмеймін. Бірақ ұзақ жату ойымда жоқ. Жақында концертім бар. Қыздарды дайындауым керек. Олар саған сәлем айтып жатыр. Ал сен жарайсың, көздерің жанып тұр, көңіл-күйің де көтеріңкі. Дәрігерлер көңіліңді көтеріп қойды ма? Серік, жақында ғана келіп кетті. Әйтеуір ұрысып қалған жоқсың бар ма? Жоға, керісінше. Мен бұрынғы Серікті көргендей болдым. Үйленгеннен кейінгі. Әйтеуір апаттың да пайдасы тиіпті ғой. Кешір, бұлай деп айтуға болмайтынын білем. Серіктің бұрынғы қалпына келгеніне қуанып жатқаным ғой. Әйтпесе жаман күйеудің образына кіріп алып шыға алмай жүреді. Жоқ, ол жақсы жігіт. 10 рет қоңырау шалдық, тұтқасын көтермейді. Әріптестер, бүгін Серік Тұрсынұлы жұмысқа келмейтін сияқты.
әйелін көлік қақ кетіпті. Шынымен бе? Сол жерде қайтыс болған ба? Аллаға шүкір, олай емес. Ауруханада жатыр екен. Обал болған екен. Әйтеуір үміт бар ма? Кімде? Сенде ма, ода ма? Диас, кір. Сәлеметсіз бе? Менің атым Диас. Сәлем. Роза, Диасқа кәмпит пен жемісті бере салшы. Егер ол жесе, менде бір тумба тамақ бар. Күнде әкелуге береді. Сене де солай ма? Жоқ, маған ешкім келмейді. Неге? Қалада жақындарың жоқ па? Ешқай жерде жақындарым жоқ. Мен жетіммін, жетімханадан. Мен де жетімханада өскенмін. Жей ғой. Мен барып шай әкелейін. Диас, ал сен ауруханаға қалай түсіп жүрсің? Құлап қалдың ба? Шатырдан. Сен біреу ренжітті ме? Жетімханада жаман. Сондықтан анамды тауып алайын дедім. Ол менен бас тартқанын білетім, бірақ мүмкін сол ісіне өкініп жүрген шығар. Мүмкін мені іздеп таба алмай жүрген шығар деген үмітте болатынмын. Анаңды іздеп тауып алдың ба? Бір жыл бойы іздеп таптым. Бардым, бірақ есік алдына шығып пәтеріне кіргізбей қойды. Ойнақтап жүріп, отқа тидім деп айтты да, есігін жауып алды. Сосын, не болды? Түн батты. Мен не істерімді білмедім. Қайда барарымды білмедім. Сосын анамның үйінің шатырына шығып, сол жерден секіріп түстім. Ауруханаға алғаш түскеннен бастап, мен өзімді сергек ұстауға тырыстым. Бірақ өткен күндерім жадымда анда-санда қылаң беріп, маған маза бермейтін. Мен тағдырдың маған тым қаталдығына сенімді едім. Бірақ Диаспен танысқаннан кейін, оның өмірі менікінен де қайғылы екеніне көзім жетті. Сондықтан ол балаға қамқор бола бастадым. Жақында өзімді жақсы көретін, мені асыға күтіп отырған отбасыма оралам деген ой маған ерекше күш берді. Апа, сізді ауруханадан қашан шығарады? Енді жақында. Сосын біз екеуміз бұрынғыдай саябақта жүріп, сурет салып, ойын ойнайтын боламыз. Дана, әңгімелерің таусылмады ғой. Тамағыңды ташпедің. Тәбетің жоқ па? Апа, ешкім келмейді. Сосын шем ғой. Менің Әлибеге қарап отырғым келіп тұр. Оның қасымнан жібергім келмейді. Ай, байғұс қызым, ай. Неге олай болды екен? Осыншама азапты сенің басыңа неғып үйіп төкті екен? Апа, сіз жыламаңызшы. Ең бастысы, аман қалдым ғой. Енді аздап жатып, үйіме оралам. Апа, үйге оралғаннан кейін біз сізді ешқайда жібермейміз. Солай ғой, әже? Иә, ешқайда да жібермейміз қызым. Апаңды аялап алақанымызда ұстайтын боламыз. Апа, қалалар ойынын ойнайықшы. Ойының не? Үйге қайтпаймыз ба? Әже, біз аз отырдық қой. Мен апамның жанында кішкене отырғым келеді. Сіз мені кешке келіп алып кетсеңізші. Апа, сөйтсеңізші. Кешке таксимен келіп алып кетесіз? Иә. Жарайды. Тек апаңның тілін ал. Ешқайда кетуші болма. Әже,
Бірақ сіз кішкене кешірек келіңізші. Мынаның сөзін қара. Сонда не қараңғыда жүрейік пе екеуміз түнделетіп? Жарайды. Дана, тамағыңды іш, Әлібеге де бер, екеуіңе де жетеді. Мен кеттім. Жарайды, апа. Жақсы. Әлібе, маған су алып берші. Сендер су немесе шырын әкелдіңдер ме? Қазір көрейін. Апа, біз су алуды ұмытып кетіппіз. Бірақ аурухананың жанында дүкен бар. Мен соған барып су алып келейін. Жоқ, Әлібе, болмайды. Сен әлі кішкентайсың. Апа, мен үлкен жігітпін. Олай маған әкем айтқан. Оның үстіне маған әжем туған күніме ақша берген. Қазір күте тұрыңыз, апа. Мынаны маған неге жібердің? Менің отбасымда қандай жағдай болып жатқанын естіген жоқсың ба? Серік Тұрсынұлы, қиналған кездеріңізде маған иек артуыңызға болады. Мен кез келген уақытта сізге көмекке келемін. Маған қалай көмектеспексің? Сөзіммен, ісіммен, қалай айтсаңыз солай. Ол адамның бәрінің өмірінде қиын сәттер болады. Бірақ қарапайым адамдар қайғыға олардан гөрі берік. Ал ол адамның жаны нәзік келеді. Қандай әдемі сөздер. Шын жүрегіммен айтып отырмын. Сізге қазір өте ауыр болып жүрген тәрізді. Сүйенетін досыға керек сияқты. Ал мен мына аяққа сүйенгім келеді. Серік Тұрсынұлы, бізді көріп қалуы мүмкін. Театрда ешкім жоқ. Екеуміз ғана. Серік Тұрсынұлы, сіз сондай ерекше жансыз, сондай. Апа, қараңыз, мен сізге кім ертіп келгенімді. Бақыт. Отырыңыз, Бақыт аға. Отырыңыз. Бұл күтпеген жағдай болды ғой. Сіз мені қалай тауып алдыңыз? Ауруханаға мені Каспер ертіп келді. Содан соң Әлібе көмектесті. Бақыт аға мен Касперді ауруханаға кіргізбей жатыр екен. Білесіз ғой, Бақыт аға Касперсіз жүре алмайтынын. Сол кезде мен дүкеннен шыға келдім. Иә. Әлібе таңертең сізді көлік қағып кетті деп айтқаннан кейін өзімді қоярға жер таппадым. Дәрігерлер не деп жатыр? Жақында сауығып кетесіз деді. Мен бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Сөйтіп, қайта биіме оралам. Мен тіпті жаңа биді де ойлап қойдым. Көлік дөңгелектері астындағы би деген. Өзіңіз қалжыңбас екенсіз. Әрине, сіздің биіңіздің жақсы шығатынына мен сенімдімін. Оны ойлап тапқан сіз ғой. Бірақ менің көре алмайтыным қандай өкінішті. Бірақ ең бастысы, сіз енді қайтадан сахнаға шығасыз. Рахмет, Бақыт. Сіз мені қол баштап, көңілім көтеріп жатсыз. Күдіктенетін ештеңе де жоқ. Сіз міндетті түрде жүріп кетесіз. Билейсіз, жүгіресіз. Мен оған ешқандай да күмәнданбаймын. Жарайды, ана, мен барайын. Әйтпесе сыртта Каспер жалғыз тұр. Қазір мен көп кешсем ол алаңдайды. Мен сізге шын жүректен сіздің сауығып кеткеніңізді тілеймін. Сау болыңыз. Рахмет, Бақыт. Сау болыңыз. Ұлым, қонсеш. Кеттік, Бақыт аға. Иә. Сәбира, көрмеңді кейін дұрыстап дайындалып жақсылап өткізуге болатын еді ғой. Мен кешті бүгін өткізгім келеді. Менің достарыммен танысасың. Олардың менің картиналарым жайлы пікірін білесің. Картиналарды көріп алу керек еді. Бірақ тыңдап көруге де болады. Мына дөңгелек жайлы не айтар екен, ә? Жанат,
Ол дөңгелек емес. Ол Адам ата мен Хауа ана. Немене? Олар қайда? Әлде дөңгелек басып кетті деп тұрсың ба? Бұл картина адамдық болмыс пен сананың үздіксіздігін көрсетеді. Солай ма? Қой, одан да мен фуршетпен айналысайын. Айтпақшы, Дананы шақырдың ба? Дана келмейді. Неге? Оны кеше көлік қағып кеткен. Ол ауруханада жатыр. Сәбира, бұл қалай болады? Сен көрме ұйымдастырып жатсың, ал құрбың ауруханада ыңғайсыз болмай ма? Жанат, бұл кеш жай кеш емес. Қайырымдылық кеші. Кіреберістегі шыны қорапты көрдің бе? Келген қонақтар соған ақша салады. Жиналған ақшаны Дананың еміне жұмсаймыз. Біразына Әлібиге сыйлықтар аламыз. Бүгін оның туған күні. Сәбира, сен нағыз ақ көңіл періште жансың. Дұрыс. Мұндай рөлді өмірімде де театрда да алғаш рет ойнадым. Бірақ маған ұнады. Саған бақыт сыйлағаным үшін бақыттым. Мен үйден алып шыққаныңа рахмет. Әйтпесе жалғыздықтан жынданып кететін едім. Әйеліңнің көзін неге ертерек құртпадым екен? Не дедің? Дананы екеуі жүрген сен бе? Иә, мен. Тек одан құтылғаныңа қуанып тұрғам жоқ деп өтірік айтпай-ақ қой. Ол сенің тырнағыңа да татымайды. Және ешқашан саған жақсы жар болған емес. Сен оны қайдан білесің? Ал мен сені бақыт етемін, ант етемін. Оңбаған. Рас айтасың, Сәбира. Жанатың нағыз батырдың өзі. Еңгезердей. Иә. Ол қасымда жүрсе, өзімді тас қорғанның ішінде жүргендей сезінем. Жолым болды, құрбым. Қойшы. Ол жай ғана жақсы танысым. Жанат, сізге қандай живопись ұнайды? Қандай суретшілер? Мане, Моне, Делакруа ма, әлде Ренуар ма? Кешіріңіз, мен мектепте шет тілін оқыған жоқпын. Ренуар мен Делакруа, олар суретшілер. Сіз олар туралы ештеңе естімедіңіз бе? Енді сіздер суретші болғаннан кейін бәрін білесіздер ғой. Ал мен бағбан мен агрономдарды жақсы білем. Сәбира, мен тағы да бір бутерброд жасап жіберейін. Достар, бұл отырысымыз тек картиналар арасындағы кеш емес. Бұл шағын қайырымдылық акциясы. Құрбым, бейші, Дана Байжігітованы көлік қағып кетіп, ол ауруханаға түсті. Сондықтан барлықтарыңыздан, қолдарыңыздан келгенше көмек берулеріңізді сұраймын. Ақшаны мына қорапқа салуларыңызға болады. Рахмет. Қанат, мұнда неғып отырсың? Үйге неге кірмейсің? Темекім шегі болайын. Саған не болды? Біреулер ұрып кеткен бе? Мені ме? Тәте, мені біреу ұрмақты күлі көзіме тура қараудан қорқады. Қайта кімді ұрып кеттің демейсіз бе? Дана есін жейді ма? Жоқ, енді бара жатыр. Онда ғимараттың мәселесін сөйлесе келіңіз.
Қанат, есің дұрыс па? Ол бір өлімнен қалды. Мен барып енді оған мұра жайлы айтайын ба? Жоқ. Мен ол сауығып кеткенге дейін мұра туралы ештеңе де айтпаймын. Ол ешқашан жазылмаса ше, сонда не істейсіз? Қай-қайдағын айтпа. Ойын қандай жаман еді? Не десең де, мен онымен мұра туралы сөйлеспеймін. Тәте, өтінем, мен жерге қарата бермеңізші. Сіздің келініңіз енді ұзақ өмір сүрмейді. Соған көніңіз. Оған енді ғимараттың түкке де керегі жоқ. Тоқтай тұр. Дананы итерген сен бе? Не деп тұрсыз, тәте? Егер ол өлсе, ғимарат Серік екеуміздің атымызға қалады. Солай ма? Шыныңды айт, Қанат. Дананы итерген мен емес. Қанат. Тәте, шынымды айтам, ант етем, мен емес. Жанат, өтінем, олармен сөйлеспей-ақ қойшы. Олар сенің сурет өнерінен хабарын жоқтығын біліп, сені мазақ қып тұр. Сен де қызықсың, ана білгішсінген бәленің бетінен қағып, ұрып жіберудің орнына бутерброд жасаймын деп кетіп қалғаның не? Сафира, кешір, мен оны ұрып жібере алмаймын. Мен өз күшімді тежей алмаймын, өлтіріп қоюым мүмкін. Және мазақ қылып дейсің, мен ол жағын байқамадым. Шынымен де мен оның айтқанын білмеймін. Анау кім анау? Делакруа. Олар әлемге әйгілі суретшілер. Олар баяғыда өліп қалған. Мен сені құрбыма мақтап едім ғой. Ешкімге ұқсамайтын, нағыз жігіт, батыр деп. Қойш. Құрбыңа мен туралы сөйтіп айттың ба? Демек сен мені ұнатады екенсің ғой, Жоқ. Ұнатпаймын. Және сенің тап қазір кеткеніңді қалаймын. Тап қазір. Жарайды, кет десең кетейін. Кетсең кет. Осыдан кейін қайдағы батыр? Сен батыр емес, сен қорқақ қоянсың. Қоян? Қоян ұқсамайын ғой. Тағы 3 бөтелке тәтті су мен торт беріңізші. 2 торт. Ал енді ең басты тосын сый. Туған күн иесіне сыйлық. Рахмет, күштекен. Әлбей, бірақ сен үйге барғаннан кейін ойна, жарай ма? Ал қазір қонақтарға тамақ салып бер. Қане. Әлібе балам, Диасқа торт салынған тәрелкемен кәмпит беріп жіберші. Қазір бір. Тоқта, Әлібе, мен өзім салып берейін. Қонақтар, не қып отырсыңдар? Кәнекей, тамақтан алыңдар. Қолдарың жетпейтін болса, мен өзім алып берем. Кәнекей. Сабира. Тағы да не салсам екен? Саған туған күн үшін көп рахмет. Өмірімдегі есте қалатын күндердің бірі болды ғой. Сен ауруханадан шыққан соң, бұдан да күштісін ұйымдастырамыз. Рахмет саған. Мен кейде көліктің астына түсіп қалғаныма өкінбейтін де сияқтымын. Атамның өлімінен кейін үйде ұрыс керіс көп болып еді. Ал қазір міне қара, татуластық. Сабира, енем мүлде өзгеріп шыға келді. Ал Серік бұрынғы Серікке айналды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз кімге келдіңіз? Менің әйелім осында жатыр еді. Дана Байжігітованың күйеуісіз бе? Иә, мен. Менің кабинетіме 1 минутқа кіріп кетіңізші. Сөйлесуіміз керек. Мен бақытты едім. Қасымда жақын адамдарым. Мен олар үшін қандай қиындыққа болсын төзіп, аяғымнан тік тұруға даяр едім. Ауру жаныма батқан емес. Мен жақында орнымнан тұрып, оқушыларыммен репетициямды
жалғастыратыныма сенімді едім. Бірақ мен бәрінен де отбасыма оралатын сәтті асыға күттім. Бір ажалдан аман қалғаннан кейін мен жаңа өмір бастамақ едім. Маған құлақ салыңыздаршы. Сіздерге мен үшін жасап жатқан жақсылықтарыңыз үшін алғысымды айтқым келеді. Диас, мен де сен секілді жетімдер үйінде өстім. Бірақ енді міне қара, менің отбасым бар. Кішкентай ұлым Әлиби, күйеуім, міне апам. О, әкем келді. Және мен сіздерді жақсы көрем. Соны айтайын дегенім ғой. Дана. Серік, келгенің қандай жақсы болды. Оған торттан беріңіздерші. Бірақ менің сөзімді бөлмеңіздер, жарай ма? Дана, мен тыңдашы. Серік, тоқтай тұршы. Мен айтайын дегенім, ауруханадан шыққаннан кейін биді тастамаймын. Бірақ бұдан менің отбасым зардап шекпеу үшін бәрін жасаймын. Серік, мен саған торт берейін. Апа, қоя тұршы. Апа, біз ауруханадан шыққаннан кейін барлығымыз болып саябаққа барамыз ғой. Әрине барамыз. Ал Батмұрау ұшыруға ше? Барамыз ғой, балам. Балам, апаң енді сенімен ешқашан ешқайда бара алмайды. Неге? Өйткені енді сенде сол сияқтысың. Мен түсінбедім. Данажан, кешір. Мен айтайын. Жоқ. Қажет емес.